Тарихи себептерге байланысты туған топырағынан алыстаған бауырларымыз өз отанына қайта оралуда. Қазіргі таңда Қостанай облысына көшіп келген қандастарымыз қалай өмір сүруде және оларға қандай көмектер көрсетіліп жатыр, бірге білейік. Әр жыл сайын отанын аңсап келген қандастарға қолдау көрсету шаралары іске асырылып келеді. Миграцияға қатысты түбегейлі өзгерістер енгізу, шетелдегі қандастарды елге көшіру мақсатында Қостанай облысы қоныстандыру аймағы ретінде айқындалған. 2019 жылы толықтай көшіп келдім осы жаққа, гражданство, яғни тапсыру үшін осы жаққа. Бастапқы кезде осы жаққа келген кезде вид на жительство, яғни уақытынша жаңағы куәлік берілді. Сол кезде маған көмектесті осы жақтан, яғни көшіп келген кездегі қандастарға берілетін көмек ақшалары. 2017 жылдан бастап, яғни көшіп келген қандастарға көмек ақша беріліп бастаған. Сол үшін де именно осы қандастармен айналысатын Ләйла Жұмағалиевна деген кәдімгідей көшіп келген кісілерге көмек көрсететін орталық бар. Сол орталық арқылы да естім. Қазіргі таңда ол орталық жұмыс жасайды. Бізге де жаңа қай жерге бару керек, алданып қалмау керек, қай жерден көмек алу керек, қай жерде қандай ақша беріледі, қандай көмек түрлері беріледі, сол жайлы жаңағы орталық, Ләйла Жұмағалиевна бастаған орталық сол нәрсемен айналысады, қандастарға көмектесумен. Гүлдана Жақмұратова отбасымен Қазақстанға жақында көшіп келді. Айтуынша, елімізде қандас мәртебесін алуға барлық жағдай жасалған. Қандас статусымызбен көп жәрдемдер, мүмкіншіліктер берілді. Мысал үшін, қандас статусымен кадр жетіспей жатқан мектептерге педагог ретінде 14-ші мектепке қабылдандым. Қандастар үшін басты мәселелердің бірі тұрғын үй және жұмыспен қамту. Осыған байланысты мемлекет тарапынан үй алуға көмек беру шаралары қарастырылған. Алайда көрсетілетін мемлекеттік көмек жайында бірі білсе, бірі білмейді. Қандастар статус арқылы пәтерге, яғни квартираға 4 миллион теңге көмек пулы ажыратылып жатыр. Және көшіп келгенімізге квота есебінде бізге отбасымыздың әрбір мүшесіне 241 500 теңгеден пул айырбасталып жатыр. Былтыр Қазақстан Республикасына қоныс аударуға 145 этникалық қазақ өтініш білдіріпті. Оның ішінде Өзбекстан Республикасының 229, Ресей Федерациясының 11, Моңғолияның 5 азаматы жүгінген. Барлығы Қостанай өңірінде тұрып жатыр. Олардың 90%-ы Рудный қаласында.